Сәлем достар, сіздермен бірге мен IT бала. Бүгін мен сіздерге Scratch'тың бірінші сабағы және ең көп қолданылатын блок бұл қозғалыс, яғни движение блогы. Бұл бізде Scratch'та көп блок болып беріледі. Біз ол арқылы оған спрайтымызды, өзіміздің кейіпкерімізді қозғалтып, бұрып жүргізе аламыз. Мысалы, идти 10 шагов дейді. Яғни 10 қадам ал жүр дейді. Егер біз бұл жерге 10 шагтың орнына басқа мәнді енгізетін болсақ, мысалы 20, ол 20 қадамға жүреді. Ал минустан берсек, ол өзінің бұрылып тұрған бағытынан қарама қарсы жаққа қарай берілген шама бойынша жүретін болады. Міне. Ал повернут оңға на 15 градус дейді. Яғни бұл мына стрелкаге байланысты. Мына осы стрелканы белгілі, мынау мынаға бұрылса 10, ал мынаусы бұл солға қарай дейді. Ал бұл жерде де дәл сондай, мына жерге керек санды енгізсек, ол өзі бұрылады. Мысалы 4, 15 керісінше айналады. Осылай оны айналдырудың жолы. Және қозғалту. Бұл перейти на случайное положение или указатель мышь или осы жердегі басқа кейіпкерлерге бару үшін. Мысалы, біз случайное положение десек, ол кез келген бір жерге бара салады. Оны біз білмейміз. Келесі бұл перейти в x, y. Бұл жерде біз керек координаталарды екі жағына жазамыз. x0, y0 десек, ол тура ортасына келеді. Бізде Scratch'тың панелі 480x және y 360 болып бөлінеді. Яғни жоғарыдан төменге қарай. Міне сіздерге ыңғайлы етіп қояйын. Міне, осылай. Минус 240x-тен басталады да, плюс 240x-ке дейін барады. Y минус 180x-тен y-дан басталып, 180y-ға дейін жетеді. Ал бұл ең ортасы бұл y0, x0 координаталары. Біз осы неге қарап белгілей аламыз, немесе өзіміз алып барып алсақ, мына тұрған орны бірнерде өзімен өші, соны қоя салсақ, ол басталғанда сол орында тұрады. Келесі блок бізде плыть 1 секунд к случайное положение. Яғни, бағана перейти на случайное положениеге ұқсас, бірақ ол уақыт, яғни жылдамдығын береміз. Мерде любой жерге бара салады, оны біз қалай жүріп баратқанын көрмейміз, ал бұл жерде жайлап барады. Көрдіңіздер ғой? Жүріс. Адамның кәдімгі жүріс сияқты. Ал мынаны басатын болсақ, біздің указатель мышқа келеді. Ал нерден басқа кейіпкерлерді таңдасақ, сол кейіпкерлерге барады. Және бұл мынаған ұқсас. Енді бұл жерде координаталарды белгілейміз, сол координатаға ол барады. Мысалы, мынаны апарып тастайық басқа жаққа. Енді біз оны плыть 1 секунд в точку x, y-ды басып қалған кезде, ол біз мынерде белгілеген минус 240x және 14y координатасына барып тоқтайды. Келесі бұл направлениялық. Яғни, бұл 90 градусқа бұру, өзінің 90 градусына установить етеді. Яғни, тура сол жерге бұрылады. Өзгертпейді. Прямой бұрылады. Повернуться к указатель мыши или басқа блокты ойыншыларға кейіпкерлерге бұру үшін осы блокты қойсақ болады. Егер біз осы жерде мынаны басатын болсақ, ол біздің мышкамызға қарай бұрылады. Егер біз мышканы мынаға алып барып мынаға қойсақ, ол мынаға бұрылады. Мен осындай. Ал келесілері бұл x, изменить x, установить x, изменить y және установить y. Біз бұларды қойсақ,
яғни x-ті 10-ға өзгертті. Мына бізде x -240-та тұр. Біз мынаны бассақ, ол -230 болады. Яғни x, y мына жерлерде тұрады, бізде көрсетілді. Мынаны басқан сайын ол біз белгілеген шама бойынша қозғала береді. Ал установить ететін болсақ, мысалы мына жерге 200 дейік, ол x 200-ге барады. X 200 координатасына. Бірақ y-ы қазіргі 14-пен қалады. Міне 200-ге барды, дәл сондай. Y бағанағы 14-те қалды. Изменить y-да дәл сондай. Мына жерде белгілеген шама бойынша жылжиды. Мысалы, міне былай бассақ, жоғары көтеріледі. Ал минустан беретін болсақ, төмен түседі. Міне минустан төмен түседі. Установить y-на 14 дейді. Міне басатын болсақ, ол y 14-ке міне келді. Бұл жер, бұл қозғалту блоктар. Және бұл мына ең соңғы екі блок. Бұл екі блокта біз ешқандай мән бермейміз. Бірақ мына блокта 3 түрлі мән болады. Бұл айналуға арналған бағыттар. Яғни оңға солға ғана айналасың, или мүлдем айналмайсың, немесе кәдімгідей домалақ сияқты любой жаққа бұрылып айнала беру. Ал мына если касается края оттолкнуться, яғни бұл өзі алға жүру деген блокты мәңгілікке қойып қойсақ, сол блокпен жүріп баратады, и ол қабырғаға тиген кезде ол өзі бұрып кетеді. Яғни міне изменить x на 10 деп істейік. Неге кірді? Бұрылды. Яғни бағытын өзгертіп, өзі одан басқа жаққа қарай атылып ұша кетеді. Ал қалғанына положение x, положение y направление деген бұлар айнымалы деп есептейміз. Бұны алдағы тақырыптарда оператор блогы, яғни жасыл оператор блогы или переменный блоктарында көп керек болады. Біз бұларды сол уақыттарда өтетін боламыз. Осымен видео тәмам. Арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.